Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге барлықтарыңыздың гардероптарыңызда бар ең базалық және де трендтен қалмайтын, модадан шықпайтын киім ретінде танылған джинсыды сіздерге қалай әдемі етіп үйлестіруге болатынын көрсететін боламын. Егер де бұл тема сіздерге қызықты болатын болса, онда менің каналымда қалыңыздар және видеоны ары қарай жалғастырайық. Кеттік. Бірінші образ. Бұл бізде джинсы және рубашка. Рубашканы кез келген үлгіде алсаңыз болады. Тек енді бастап келе жатқан жандарға мен базалық үлгі ретінде көк, қара және де көк, қара және ақ түстерді ұсынар едім. Себебі бұл ең базалық үлгі және джинсыға өте қонымды. Кеттік. Олай болса, екінші үлгіні айтайын. Бұл джинсы және де жилет. Жилетті біз костюмның ішінен киетін жилет ретінде білеміз. Қазіргі 2024-2025 жылдары осы тренд өте актуальды болып кетті. Сондықтан бұл үлгіні қорықпай өзіңізге сай етіп таңдасаңыз болады. Костюмның ішінен киетін жилетті джинсымен бірге үйлестіріп кие берсеңіз болады. Және де егер де осындай суық ауа райына қалай киеріңізді білмесеңіз, трикотажный жилеттерді джинсымен үйлестіріп кие беруге болады. Және де маңызды нәрсе, киімді таңдайтын кезде міндетті түрде базалық үлгіде және де базалық түсте таңдағаныңыз дұрыс. Ол базалық түс, базалық үлгі деп айтып отырғаным қоңыр, ақ, қара түстер өте әдемі түстер болып саналады. Және де кез келген образыңызды аша кетеді. Сондықтан осы цветте алғандарыңыз дұрыс. Үшінші образ бұл бізде джинсы және жакет. Жакет міндетті түрде свободный болу керек. Не болмаса қазіргі кезде тренд болып жатқан приталенный жилеттер өте әдемі көрінеді. Егер сіз фигураңызды ашық көрсеткіңіз келсе, беліңіздің сондай әдемі екендігін айқындайтын үлгі приталенный деп аталады. Яғни жилеттің бел тұсы беліңіздің өлшемін анықтап тұратын үлгі. Төртінші үлгі бұл бізде джинсы және джинсы. Яғни деним деп аталады. Деним деп джинсы мен джинсыды комбо ретінде емес, сіздерге енді начинающий адамдар ретінде, егер сіз қалай киеріңізді білмей тұрған болсаңыз, мен комбинезон ретінде тігілген джинсыларды сізге ұсынар едім. Себебі олар өздігімен уже дайын болған киім, сіз оны ешқандай бір-бірімен үйлестірмейсіз. Сондықтан комбинезон өте қонымды, ыңғайлы болғандықтан осындай үлгіде сізге таңдауды ұсынар едім. Бесінші үлгі джинсы және свитер. Свитерді свободный, қандай зат алсаңыз да свободный алғаныңыз дұрыс. Егер де оның матасы, алынған затыңыздың, киіміңіздің матасы қалың болатын болса, онда ол свободный болғаны әдемі көрінеді. Денеңізге жабысып тұрмайды. Сондай үлгіде алсаңыз өте әдемі, және де ол кез келген уақытта актуальды болып табылады. Тіпті десеңіз, сіздерге бір секрет айтайын. Менің студент кезімде алған свитерлерім әлі күнге дейін актуальды, және мен оларды киемін. Және ол туралы ешкім білмейді. Мен ғана білемін, және сіздер ғана білесіздер. Міне сондықтан ол үлгі ешқашан кетпейді. Свободный болған, оверсайз болған үлгілер модадан қалмайды, және өзіңізге өте ыңғайлы. Ал егер де сіз приталенный, сондай әдемі женственный фигураңыз болатын болса, ондай болса, жабысып тұратын свитер алғаныңыз дұрыс. Свитер болғанда свитер деп аталмайды, ол long sleeve деп аталады. Водолазка не болмаса. Ол водолазка мен long sleeve'тің матасы өте жұқа болған дұрыс. Өте болғанда жұқа болған дұрыс та. Өте ыңғайлы, ауа өтеді. Сондықтан жұқа long sleeve пен джинсы тоже әдемі көрінеді. Джинсы мен свитер тоже әдемі көрінеді. Және де осындай поло деп аталады қазір. Осындай поло сияқты свитерлер мен джинсы тоже әдемі көрінеді. Не болмаса водолазка сияқты, қалың водолазка, не болмаса жұқа,
үндемей кие берсеңіз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және де ең басты нәрсе, базалық свитер алыңыздаршы. Қандай үлгі болса да, қандай киім болса да, базалық свитте, базалық үлгіде алғаныңыз дұрыс. Себебі оны кез келген уақытта кие аласыз. Мысалы, необычный принттермен болады ғой, бір әртүрлі принттерден гөрі, мысалы, суреттер, сондай безендірілген жемпірлерден гөрі қазіргі кезде ешқандай принтсіз, без ничего алған свитерлер сырт көзге әдемі көрінеді. Сондықтан сіздерге свитерді, киімді таңдаған кезде базалық деген сөзді ұмытпаңыздар. Міне осылай менің видеом тәмам бітті. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге өздеріңізге ұнаған бір образ болатын болса, қандай екен төменге комментарийге қалдырып кетіңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Және де егер сіздерге пайдалы болған болса, өте қатты қуаныштымын. Осылай ары қарай блогымды жүргізетін боламын, күшті видеолар түсіретін боламын. Біз құрбы сияқты өзіміз сөйлесетін боламыз. Сол себепті менің каналымда қалыңыздар. Әлі алда денсаулық туралы, гармония, бет күтімі, саморазвитие, яғни өз-өзін дамыту туралы видеоларды шығаратын боламын. Күнделікті әдеттер, пайдалы әдеттер жайлы шығаратын боламын. Сондықтан менің каналымда қалып, тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Олай болса, келесі кездескенше мен сіздерді қатты жақсы көремін.